Қадірменді тыңдарман, бүгінгі әңгімемізде ене мен келін тақырыбын жалғастырамыз. Бұл видеомыз Есті келін енеден әңгімесінің екінші бөлімі. Ғибрат әлемі арнасына тіркелуді ұмытпаңыз. Бұнда апта сайын ғибратқа толы жаңа әңгімелер шығып отырады. Пайдасы тиер деген ниетте жақындарыңызбен бөліссеңіз болады. Әңгімемізді бастайық. Сен әлі жүрсің бе? Ескертіп едім ғой саған, Айгүл. Мен мейрамханаға тапсырыс беріп, жігіттер мен келіншектерін жинап, сені алып кетуге келдім ғой. Мен қазір аяқтап қалдым. Таста қолыңдағыны, жүр тез, киін. Апам бәрін тазалап кет деген соң, мам, мен бүгін отырыс болады деп ескерттім емес пе? Қатыныңа былжыған сорлы екеніне мен кінәлімін бе? Тірліктерін бітірсе кете берсін. Өзі ғой былжырап жүрген. Айгүлдің көзінен ыстық жас тамып кетті. Әділетсіз ененің сөздері сүйегінен өтіп, көңіл күйе түсті. Бүгінгі кешке барғысы келмеді. Қанаттың жетектеуімен үйден әрең шықты. Кеш екеуіне арналса да, Айгүлдің мүлдем көңіл күйі болмады. Тезірек үйге қайтқысы келді. Кеш көңілді өтіп, жолдастары көңілді тарқады. Осы күннен бастап Айгүл отырса опақ, тұрса сопақ бола бастады. Не істесе де енесі жақтырмай, басында тұрып қайтадан жасатады. Енедей нәрседен түймедей кір іздеп, анау дұрыс емес, мынау бұлай емес деп, тіпті асхананың тірлігіне де араласа береді. Тамақ жасап жатса жанында тұрып, салатын тұздың мөлшерін де айтып тұрады. Құры кетпей соңында Айгүлдің анасына тіл тигізіп, еш нәрсе үйретпеген бейшара шешесі деп жанды жеріне тиіп кетеді. Мұндайда Айгүл тілін тістеп әрең шыдайды. Таңнан кешке дейін осы үйдің отымен кіріп, күлімен шығады. Кешке сілейіп, бөлмесіне әрең жетеді. Соңғы кезде жиі-жиі жүрегі айнып, мазасы да болмай кетті. Мұның қайта-қайта лоқсып жүргенін көріп, енесі қуанбақ түгілі пысқырып та қарамады. Өзінше жорамал жасап, келген күнін саусақпен санап, күдіктеніп те қояды. Айгүл соңғы кезде тіпті жүдеп кетті. Тұңғышына аяғы ауыр екенін білді. Алғашқыда дәрігерге қаралмай, есепке тұрмай жүрді. Себебі енесі ондайды ұнатпайды-мыс. Туылатын бала өзі-ақ туылады, ештеңесі жоқ. Біз сендей кезімізде ауыр-ауыр тірліктер жасағанбыз. Сонда қиналмай оңай босанасын, деп Айгүлді соңғы күндері жұмысқа жегіп қойды. Күздің ызғарлы күнінде далада суық суға кілем жуды. Үй жанындағы 3 бөлмелі ас үйіне жөндеу жұмыстарын жасатпақшы болып еді, Қанат қарсы болды. Анасы Қанатқа қарсы келе алмады. Анасы әрқашан Қанаттың алдында қипақтап, Айгүлге тісі өтпейді. Ондай кезде бару үшін күйеуінен алады. Ал қайнатасы құлағым тыныш болсын деп жұмысқа кетіп құтылады. Осылай жүргенде Айгүлдің босанатын уақыты таяп қалды. Бірақ жүктілік кезі өте ауыр өтті. Есепке де кеш тұрды. Дәрігердің тағайындауымен берген дәрілер де ішілмеді. Сол себепті қан қысымы жоғарылап, енді босанатын уақыты келгенде ауруханадан бірақ шықты. Ұзақ тексерістен соң дәрігер Қанатты шақырды. Қанат, осы ауданға танымал адамсың. Әкең де жақсы істерімен танымал. Келінді неге сонша қинап жібергенсіңдер? Қан қысымы көтеріліп ұзақ жүрген. Ешкімнен кем емессіңдер. Тұрмыстарың жоғары деңгейде болса да, мен тағайындаған дәрінің ешбіреуін ішпеген. Не айтып отырсыз? Мүмкін емес. Мен сұрағанда жағдайым жақсы деуші еді ғой. Сонда қазір жағдайы нашар ма? Дәл қазір ештеңе айта алмаймын. Іштегі баланың өмірге келуіне әлі 1 ай бар. Бірақ қан қысымы төмендемеген соң, ота жасау арқылы өмірін сақтап қаламыз. Ал бала ше? Білмеймін. Қолымнан келгенше тырысып көремін. Қанат ары қарай дәрігердің не айтып жатқанын ұққан да жоқ. Қалайша мен Айгүлге мән бермегенмін. Соңғы кезде қиналып жүргенін байқасам да, аяғы ауыр кезде сондай болады деген анамның сөзіне сеніп, қолымдағы гүлімді солдырып алыппын. Кешірші мен, Айгүл. Қанат ащы өксік тығылған тамағын бір кенеп жіберді де, қалайда Айгүлім аман шығатын болсын, деп ота үшін рұқсатнамаға қол қойды. Ертеңіне ота жасалды. 8 айлық сәбиі өлі туылды. Айгүлдің жағдайы да мәз емес.
Оның тәні емес, жан жүрегі ауруда. Қанша арман үмітпен 8 ай жүрегінің астында сақтаған сәбиінен айырылу оңайға соқпады. Жылады, налыды, бірақ қолдан келер қайран жоқ. Алла өзі беріп, жарық дүниені көрсетпей өзі алды. Алланың ісіне мойынсынудан өзге шара жоқ. Ауруханадан 1 айдай уақыт емделіп шыққан Айгүл Қанатқа осы жақтан Төркінге апаруын өтініп еді, енесі оған рұқсатын бермеді. Төркініңде не бар? Үйде бәрі сені күтіп отыр. Жағдайыңды сұрай келіпті. Соларды күтіп шығарып салмаймыз ба? Жағдайымды білгісі келетіндер ауруханаға неге келмеді? Сіздің үйіңізде 1 күндік асын ішіп кетуге келгендер екені белгілі емес пе? Сіздің өзіңіз де ота жасалғаннан кейін бүгін қараңызды көрсетіп тұрсыз ғой. Бармаймын үйіңізге, анамның жанына барамын. Енесі келінінен мұндай сөздерді естимін деп ойламаса керек, жалт қарады. Қанат Айгүлді қолтығынан сүйеп келе жатып, бетіне қарап қалды. Мен әлгі, негізі келетін едім, Қанат өзі барам деген соң әлгі, деп қипақтап қалды. Бір жағынан қарасаң, әрине Айгүлдің өкпесі де орынды. 2 жеті қансырап тұра алмай жатқанда өзінің анасы ғана келіп қарады. Енесі тіпті қоңырау шалып та жағдайын сұрамады. Онымен қоймай, құдағиына барып, қыздарың ауру, бала көтергенімен тұрақтамайды, деп кеткен. Оның бәрін жіпке тізе берсе, енесінің көзге көрінетін, көрінбейтін қылықтары жетіп артылады. Бәріне үнсіз шыдаған Айгүл бүгін жарылды. Ащы өксікпен бірге енесіне деген өкпесі тілінен запыран болып ақты. Дегенмен Қанат өтінген соң ғана өз үйіне келді. Анасына хабарласып, бармайтынын айтты да телефонын төсегіне тастай салды. Айгүл анасымен сөйлесіп, жағдайы жақсы екенін айтты. Анасы қанша қызының сөзіне сенгісі келсе де, көңілінде күдік болып, ертең барып қайтамын деп шешті. Айгүл сәбиінен айырылғалы меңзең күй кешіп жүр. Ал Қанат қанша дегенмен еркек қой, біраз күн Айгүлдің жанында жалау болып жүрді де қайта жұмысқа шықты. Айгүлдің үй іші құдағиының келетінен бейхабар болатын. Анасы таңертең қоңырау шалып, жолға шыққанын айтты. Айгүл енесіне айтып еді, жақтырмаған сыңай танытып, «О тоба, несіне келеді? Қызы дін аман, 1 ай жатты ауруханада демалып», деді күбірлеп. Есіктен кіріп шығып жүріп, естіп қалған Айгүл тағы тілін тістеп тұрып қалды. Бірақ шыдамасқа болмады. Енесінің соңғы сөздері шамына тиіп кетті. Жалғыз осының қызы өліп бала туғандай, жұрттың қатындары да талай түсік тастайды. Өлмей-ақ жүр ғой? Қызын өбектегеннен басқа ештеңе білмейді екен тегі. Не деп отырсыз? Мені қойып енді анамды тілдеуге көштіңіз бе? Сөзім жоқ сізге. Адамның баласы өліп жатыр ма, малдың баласы өліп жатыр ма, қызықтырмайды ғой сізді. Өзгенің баласы болса бір сәрі, өз немереңіздің шетінегеніне жаныңыз титтей де қиналмады ғой. Осыдан кейін қалайша Қанатты ұлым деп жақсы көресіз? Қанаттың баласы жарық дүниені көрмей жатып, бізді тастап кетті. Ойпырмай, тілің шығыпты ғой сенің. 1 жылдан бері сүмірейіп жүріп, маған қарсы сөйлейтіндей қандай күш пайда болды сенде? Есіңде болсын, бұл үйде ешкім маған дауыс көтеріп сөйлемеген, сөйлемейді де. Я, дұрыс айтасыз, сізге ешкім бұлай сөйлемеген, асылында сөйлеткізбегенсіз. Атамды да жуастығын пайдаланып, осындай сөздеріңізбен жерге тығып біттіңіз. Қанат, анам деп сізге қарсы келмейді, ал менің тілімді өзіңіз шығардыңыз. Осы үйге келгелі бері отырсам опақ, тұрсам сопақпын. Істеген ісімнің бірін де ұнатпайсыз. Баламды көтергелі бері тыныштық бермедіңіз. Тіпті ойлаудың өзі жиіркенішті болса да, менің баламнан күдіктеніп, немерем деп қарамадыңыз. Саусағыңызбен күн санап, қашан көтеріп үлгерді деп ұялмай төсегімізге дейін тексердіңіз. Айгүл соңғы кездері жүйкесі сыр беріп, қатты ашуланғаны сонша өзін өзі тоқтата алмай қалды. Сіз қанша қиындық көрсетсеңіз де, оның біріне сөйлемедім. Ене қашанда дұрыс айтады, және үлкеннің айтқанын қашанда дұрыс деген ұстаныммен жүріп, баламнан қалай айырылғанымды да білмей қалдым. Жоғал әрі, сенің балаңды мен өлтіріппін бе?
Сіңірі шыққан кедейдің қанынан тарап алып, маған сес көрсетуін қарашы. Осы кезде қақпа алдында үнсіз тұрған құдағиы сөмкесін сарт еткізіп тастай салды. Жалт қараған екеуі үнсіз тұрып қалды. Айгүл анасының келгенін көріп, қуанып алдынан шықты. Сөмкесін алып, амандық саулық сұрап қалбақтап жатыр. Енесі жақтырмағанын анық сездірді. Селқос амандасып, қолының ұшын берді де қойды. «Мам, үйге кіріңіз, қазір мен шай қойып жіберейін». «Жоқ, қызым, тек жағдайыңды біліп кетейін деп келдім. Көрдім, аман есенсің, өзіңді күт, бала бітер, Алланың көзі тура болсын, отбасыларының берекесін алмайын». «Оныңыз не? Берекемізді сіз алмайсыз ғой, кіріңіз енді үйге». «Қызым, басың аман болсын, бала үшін енеңмен бет жыртыспа, енеңнің не күнәсі бар, Алланың ісі, амал жоқ. Есің бар еді ғой, енеңді сыйла. Таспен ұрғанды аспен ұр деген, енеңе сөйлегеніңді жеңгеңнің маған сөйлегені деп біл». Соңғы сөздерін жоғары дауыспен нықтап айтты. Онысы құдағиы естісін дегені еді. Сол күйі үйге кірмей қоштасып шығып кетті. Айгүл үнсіз бөлмесіне кірді. Өмірінде алғаш рет осы шаңыраққа келін болғанына өкінді. Амал жоқ, өз қолын өзі кесе алмайды. Кешке дейін бөлмесінен шықпады. Кешке сүйретіліп, басын зорға көтеріп, кешкі асқа кірісті. Қанша ауырып тұрса да, тірліктерін аяқтап, кешкі асты да уақытында дайындады. Енесі құдағиының сөздерінен соң көп ойланды. Қанша өзінікі дұрыс еместігін білсе де, көкірек шіркін жіберер емес. Мұрнын шүйіріп үйренген ол әлі де менсінбеушілігі басым еді. Кешке Қанат жұмыстан келді. Айгүлдің ісіп кеткен жүзін көріп, бірдеңенің болғанын сезді. Ары қарай әңгімемізді 3-ші бөлімде жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыз.